Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Өздеріңізбен жүздеспегелі көп болды. Міне біздің өңірде көктем күшіне енді осындай әдемі сұлу сонда өздеріңізбен жолығып тұрмыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы жеміс ағаштары жайлы болмақ. Жеміс ағаштарын қайдан алу керек? Жеміс ағашын сатып аларда неге назар аударған дұрыс және қандай өзінің кемшіліктері болады? Сол туралы сыр шертеміз. Бүгін біздің карамельде көктемнің шуағын сезініп жатыр. Қысқы құрсаудан ең бірінші алғашқы шыққан күні осылай бой сергітіп жатыр. Жермен алысып жүр. Алла қаласа бұл біздің құнажын бұзаулану керек. Карамель не қылды? Шаршадың ба? Кел. Кармелито. Міне осындай бұзық сиыр бізде. Міне алдын айтып кеткенде бізде бұл шия ағашы гүлдеп жатыр. Алма ағаштары гүлдегелі тұр. Мына өрік ағашы гүлдеп бітті. Осылай осыдан шамада 8 жыл мен 10 жылдың арасы, нақты есімде жоқ. Осы жеміс ағаштарын отырғызған болатын. Мына ағаштар мына 4 жылдың көлемі болып қалды. Осы жыл 4-ші жылға өтіп жатыр. Ал мына үлкен ағаштарға жаңағы мен айтқан уақыт 8 жылдай болды. Енді мен бұл жерде қандай қателік жібердім? Ең бірінші көшетті сатып аларда мен ол кісілердің нақты уәделеріне сеніп қалған өз жайым бар. Себебі тексерілген жылда алып жүретін кісілеріңіз болса, сондай питомниктер болса, солардан алған жөн. Менің алған ағаштарым негізі осындай карликовый қысқа бойлы алмалар болу керек. Және де маған айтқан сорттар мүлде басқа болып шықты. Міне мысалы мына бір ағашым менде айва болу керек еді. Бірақ әттең бұл ағаш айва емес, осындай сорты нашар жабайы алманың бір түрі сияқты. Былтырғы жемістері байқасаңыз осындай майда-майда алмалардан салады. Айва емес және жақсы да алма емес. Енді бұның бір ғана амалы пайуандап көруге болады. Пайуандап көрсек, мүмкін түбінен алып тастап, пайуандап жаңа көшет шығаруға тырысамыз. Және екінші амалымыз тек қана тамырмен қазып алып тастап, орнына басқа ағаш егеміз. Және де мына алдыңызда тұрған ағаштар, бұл да бойы биік, бойшаң болмау керек етін маған берген ақпарат бойынша, және бұл қызыл жұлдыз деген алма еді. Бірақ шын мәнісінде бұл да жазық алма, бірақ өте майда, ұсақ алмалар. Міне осы алма, ағы өте тұрған тағы алма. Сондай алмау семеренка болу керек менде. Жоқ, қателестім. Золотой превосход алмасы етін. Бірақ ешқандай да сорт өз айтқанымдай шықпады. Ал мына ағашты мен кейінірек отырғыздым. Бұл бізде семеренка алмасы. Бұл кісінің енді мен көрмеген, бірақ бұл кісінің айтқаны дәл шықты. Бұл алманы мен басқа жерден алғам тоже. Өз сорты, бұйырса міне алғашқы жыл нышан беріп алмасын салуда. Осылай алмалардың бәрін қырқып қойдым. Сол сіздерге айтарым. Және де жеміс жидек сататын аға әпкелерге айтарым. Алдамаңыздар. Қаншама адам сіздерге сеніп осылай көшет алады. Мен секілді қаншасы ұрынып жатыр, алданып жатыр. Өз сортымен, өз атауымен айтсаңыздар, нұр үстіне нұр. Мүмкін қымбаттау болса да, үстіне жаңағы қосар ақшаңыз 1000 теңге, 2000 теңге, бәлкім 5000 теңге болар. Бірақ соны адалынан алсаңыздар, мен қайта жоғалтқан уақытыма 5000 теңгені артық төлегенім жақсы. Мына ағашқа мысалы 7 жылдай уақыт өтті. 7 жылда былтыр өткен жылы бірінші рет жеміс берді, бірақ жемісін жаңа көрсеттім сізге. Бұл ешқандай айва емес, не жабайы алманың бір түрі. Маған бұл керек емес еді. 7 жылдық уақыт кетті. Және де артта тұрған ағаштар өте жеміс салуы нашар. Жолда
аз-аздан салады. Сол себепті нақты өзіңіз білетін, орысша айтқанда әлі анау не айтады, гарантия дейді ғой. Гарантиясы бар жерден алыңыздар. Ал мынау алмұрт ағаштарын менде биыл алмұрт ағашын қырықтым да екіншісін қырып үлгере алмадым. Сол себепті осылай кішкене ойшаң және талары көп. Және сіздерге өзімнің араларымды көрсетіп кетейін. Міне араларымыз қызу жұмыс үстінде. Пыльсан тасып жатыр тозаңды және кішігірім облет болып жатыр. Аллаға шүкір деп айтайын, осы қыстан мендегі бүкіл омарта түгел шықты. Аман есен тамақтары жетті және де ешқандай аурудан бәрінен аман. Ендігі сәтте бал жинау маусымына кетті. Міне аралары осында жағдайда. Әлі бұдан бөлек тағы бір видео түсіремін. Жалпы осы аралардың қыстан шығуына қарай. Мынау бізде қыстан шыққан аралардың жаңағы отходы дейді ғой, шығыны. Жалпы көрермен, бүгінгі тақырып сол жеміс ағаштары. Жеміс ағашының мүмкін болса, қымбат болса да өз гарантиясымен, жаңағы өзінің нақты шеберінен алған дұрыс. Таныстарыңыз болса, әлбетте ол да өте керемет. Айтылған алманың сорты қандай, қалай өседі, қалай баптау керек деген сияқты бірнеше түрлері бар. Соған қарай таңдап алсаңыздар. Егер сізге биік ағаш керек болса, биігін таңдайсыз. Әлде карлик алмалар болады. Соны алсаңыз, олар енді бойы шаң болмайды, бірақ жемісті көп береді. Сол себепті көшет таңдауда қателеспеңіздер. Менің ойымша ең 5.000 теңге, 10.000 теңгеге сіз көбірек төлеп уақыттан тұтсаңыз. Мен секілді 7-8 жыл ұтылмайсыз және де орынбайсыз. Жақсы, қош, сау болыңыздар. Және де видеомыздың соңында Шымкент қаласы бойынша осындай сапасы жақсы, сортына 100% гарантия беретін жақсы көшет сататын орталықтың ақпараттарын, мекен жайын қалдыра кетемін. Сол жерден алсаңыздар болады. Бұл ешқандай реклама емес. Мен өзім алып пайдаланғаннан кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Мынау алдымызда 2 жылдық айва ағашы.